Аманкүл әпшенің қызсың ба? Біз сен үйіңге қонаққа келдік. Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Мен таныңыз ба? Негіз көрген сияқты. Мен осы әкім болам деп. Танысып, қалаға барып, қыдыртып, аралатып айтсақ деп. Ешжақ алып шықпай мен бұларды. Ақшаға байланысты болады ғой. 5 баланың ақшасын аламыз, квартираға төлейміз. Жоқ, енді ақша жағы өздеріңізден деп. Бұлар бұндай жерге вообще алып келген емес, біз келмегенбіз, бұндай жер бар екенін білмейді екенбіз ғой. Мен өзім үшін қорықпаймын өліп қалудан. Шынымен де бала шағам үшін қорқамын. 5 жаққа жетімдер үйіне кетіп қаламаймын да. Уайымдамаңыз. Сұлу қыздарыңыз бар екен. Қыз деген күшті ғой. Ертең басына көтеріп жүреді бәрі. Көрдің бе өзің, айнаға көрдің бе? Енді Диаранкіне қараңыз енді. Диаран, не принцесса салдырды екен? Диаран өзі де білмейтін көріңіздер. Үй ма, үйдің суреті ма? 1369 деген не білесіз ба? 369? 1369 деген ол Ненің номері? Харекет қорының 1369 баспанасы. Мына енді Алла қаласа, мұнандай осындай әдемі өздерінің үйлерін болады, Құдай қаласа, суреттей кетейік. Ана жалғыз ғана жарық өмір сүй. 1369 баспана. Өмірімізде бүйтіп қуанбаған шығармыз қазір. Мен айта алмаймын, мен әлі өзімде емеспін, шынымды айтсам ше. Рахмет сіздерге. Осы енді біздің үйіміз болады. Соған қатты қуанышты болып тұрмын. Наконец квартира деген құтыламыз. Рахмет. Харекет халықтың қоры.